Kastamonu университетіндеміз. Бүгін конференцияда баяндама оқып шығып келе жатырмыз. Университет алаңында концертке дайындалып жатыр. Алла қаласа, 1-2 күннен кейін осы жерде концерт болады. Бірақ дәл қазір бұл жер мынандай. Toy болып жатыр, той. Мықты бір концертке дайындық өтіп жатыр. Той болып жатыр, той. Ортасына кіріп, бәрекелді билеп кетіп келіп тұр. Сәлем достар, Бегарс Олжабай арнасына қош келдіңіздер. Тіркелуді, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Түрік елінде Кастамону қаласында Кастамону университетінің бір күнін көрсететін боламын. Кастамону университетінің аумағы өте үлкен. Бұл жерде шатаспасам 9-дан көп корпус бар. Сол корпустарды аралайтын боламыз. Асханасы бөлек үлкен мейрамхана болып орналасқан. Небәрі 4 лира дейді. 4 лираң бізше 150 теңге. Университеттің аумағынан мешіт салынып жатыр міне. Мына саябақтары, осының ішінде барлығы Кастамону университетінің аумағы үлкен. Осы көк жауырмен қапталған, осылай тіке жүре береміз. Мынау алдымызда тұрған тек қыздарға арналған жатақханасы. Автобустар университеттің аумағына кіреді. Әр корпустың алдына тоқтап, студенттерді, оқытушыларды алып кетеді. Қандай дамыған, иә? Демек, автобус кіретін болғандықтан оның аумағы өте үлкен. Охранниктері бар, автобустарда кіріп жатыр. Шлагбаумды ашып жауып тұрады. Қана біз кіріп келе жатқанда қайда бара жатсыздар, кімге келе жатсыздар деп сұрап алды. Мына жақта экология факультеті, мына жақта кітапхана, ар жағында міне ректораты тұр. Ректораттарын қараңыздар, кәдімгі бір акиматтың алды сияқты ғой. Ар жағында да бір корпус тұр, әне. Көзім жетпей тұр, қандай корпус екен. Емекхана деген, столовая деген, значит, мына жақта. Біздердің немізді қара, фен адабият факультесі ан жақта. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ғимараты бар. 18 ғимараты бар. Бұл әлі салынады. Аумағы өте үлкен. Қайда бару керек, қай жерге бару керек, барлығын стрелкамен көрсетіп қойған ғой. Орхан ағай міне біздің ағайымыз. Керемет. Диссертациясын көрсетті. Әбіш Кекілбаев атамыз тұр, міне. Домбырамыз тұр. Барлығы. Қандай кітапхана бай. Лекцияға бара жатырмыз. Бұл жақтағы лекциялар далада өтеді. Өйткені күн жылы. Іште ысылап отпайды. Далада, таза ауада, таудың етегінде тамаша лекция өтетін боламыз қазір Орхан ағайымызбен бірге. Міне осындай жасыл шөптерде керемет таза ауада. Sabır taşının anlamının ne olduğunu, hani sabır taşı, uçurtma avcısının filmini yaptılar ama filmiyle kitabı karşılaştırdığın zaman birisi burada ağaçtaki öten kuş gibi, bir tanesi yere düşmüş yerdeki ot gibi. Ama bizi ilgilendirmiyor derseniz roman bizim işimiz yok hocam diyorsanız ona bir şey diyemem. Tamam. Anlatabiliyor muyuz? Керемет сабақ өтті. Таза ауада демалыста домбырамыз бар. Bekarız. Bekarız kettik var. Кеттік. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aramızdan bir arkadaş olmadığı için biraz takılmış olabilir. Лекцияда отырмыз. Бірінші сабақ бітті. Қазір екінші лекция басталады. Театр, драма деген тақырып бойынша бүгін әдебиетте. Театр және драма деген сабақ өтіп жатырмыз. Лекция. Kurban деген романды театрдағы қойылымын талқылайды студенттер. Түрік әдебиеті сабағына кіріп, түрік студенттеріне қазақ әдебиетін таныстырды. Қазақ елін, жерін әдемілеп тұрып таныстырып, қазақтың шапаны, қазақтың қара домбырасыменен бір-екі ән шырқап бердім. Жақсы деңгейде болды өзімше. Қазақ елін, жерін жақсы жағынан көрсеттік деп ойлаймын. Түркия елі Кастамону университетіне Орхан ағайға біздің әріптесіміз, жерлесіміз, Қарағанды елінен Бөкетов университетінен Әділ атты досымыз бауырымыз келді. Әділ 91 жылғы бойдақ, өзі докторант, тәжірибесі мол, сонда керемет жігіттердің бірі, танысып білісіп жатырмын. Танысқаныма қуаныштымын бауырым. Үлкен биіктерден көріне бер. Иә. Алла қаласа ғылым жолында сапарың сәтті болсын. Әмин, әмин. Үлкен биік белестерді бағындырып, Иә. Бегарспен сонау Кастамону жерінде, Түркия елінде бірге дәмдес болу керек, дастархан жас болу керек деп әңгіме айтып отыр. Осы сыйластығымыз достық боласа берсін. Әмин, иә. Осы бір-екі күн болды танысқанымызға. Ой, әңгімемізде, ойымызда, сана өрісімізде бір деңгейде әңгімеміз тез жарасып кетті. Осылай іс-сапарға шыққан кезде достар табасыздар, тәжірибе алмасасыздар. Осы жерден қаншама түрік достар тауып жатырмыз, күніге араласып, диссертациямызды талқылап күніге. Сондықтан да шетел көріп, ел көріп, білім алған дұрыс деп ойлаймын. Түнгі Кастамону университеті барлығы волейбол ойнап жатыр. Ар жақта баскетбольный, футбольный полялар бар. Кітапханалары түнімен ашық тұрады екен. Кітапханасына барамыз. Көреміз кімдері бар. Түнімен бұл жақта оқи ма адамдар, сабақ оқымай ма. Шетел мақтайды ғой осы. Түнімен кітапханада жатып ұйықтайды деп. Сол шын ба, өтірік па тексеріп көретін боламыз. Міне кітапханасы жанып тұр, светтері. Барлығы ойнап жүр футбол. Түнгі сағат 10-ға 20 минут қалды. Иә, 10-ға 20 минут қалды. Мына ғимараттың барлығы кітапхана. Автокөліктер тұр, соған қарағанда адамдар бар сияқты ғой. Компьютерлері бар ар жақта. Кітаптарын аралап. Тамаша.
көрдіңіздер ма? Адамдар өздері кіріп алады да, соның ішінде тыныштық жерде оқиды екен сабақты. Қалай дамыған, иә? Ғылыми жаңалық ашып жатқан адамдардың мазасын алмайық. Қандай? Жеке кабинетте отырып, тыныштықта өздері дамып кеткен. Отырады, коворкинг, демалады, кабинеттер, компьютерный класстар. Сабақ оқып жатыр барлығы. Кітапханадан шықтық. Шынымен де кітапханада студенттер, магистранттар, докторанттар бар екен. Әрине 100% толып отпаса да, сол 1-2 тамшы болып отырған адамдар болашақта әлемдік деңгейде үлкен жаңалық ашады деген сенімдемін. Осындай тамшылардан дария құралады. Сондықтан да сенеміз осы жастарға және өзімізге сенеміз. Артымыздағы кітапхана дәу. Ана жерде үлкен корпустар, енді күндіз көрсеттім сіздерге. Кешке таман бұл. О, қала. Мынау ректорат жанып тұр. Достар, арнаға тіркеліп кетіңіздер, лүпіл басыңыздар, комментария қалдырыңыздар.